Қазақ тілі. Дара және күрделі етістік. Оқу мақсаты: дара және күрделі зат есім, сан есім, етістікті анықтау. Оқулығының 82-ші бетіндегі 32-ші жаттығуға қара. Көп нүктенің орнына тиісті зат есімді қой да көшіріп жаз. Зат есімнің астын бір сызықпен, етістіктің астын екі сызықпен сыз. Мысалы, құйды етістігі: кім құйды? Жарқын құйды. Жарқын зат есім, астын бір сызықпен сызамыз. Құйды не істеді? Етістік, астын екі сызықпен сызамыз. Енді көмектесті етістігін зат есіммен байланыстыр. Екті етістігін зат есіммен байланыстыр. Ұстады етістігін зат есіммен байланыстыр. Етістіктерді күрделі етістікке айналдыр және жаз. Мысалы, құйды етістігі дара етістік. Енді осыны күрделі етістікке айналдырамыз. Құйып жатыр. Көмектесті дара етістік. Көмектесіп отыр күрделі етістік. Ары қарайта екті етістігін, ұстады етістігін өзің күрделі етістікке айналдыр. Және әдемі етіп дәптеріңе жаз. Оқулығыңның 82-ші бетіндегі 33-ші жаттығуды қарайық. Берілген жұмбақ. Жұмбақты алдымен көшіріп жазайық. Көп ине, көп ине. Бір сабағы жоқ ине. Істікпейді әрине. Бұл не? Инесі көп. Бір сабағында жіп жоқ. Ол не екен? Шешуін тап. Осы жұмбақтағы сан есімді тауып, астын ирек сызықпен сыз. Сан есім цифрды білдіреді. Қандай сөз сан есім? Сұрақтары: қанша, неше, нешінші? Ол сан есімнің дара сан есім немесе күрделі сан есім екендігін анықта. 34-ші жаттығуға қара. Антоним етістіктерді жұптап жаз. Жұптап дегені екі-екіден жаз деген сөз. Антоним деген сөз қарама қарсы мағыналы деген сөз. Мысалы, ақ десем қара дейсің. Көп десем аз дейміз. Жоқ десем бар дейсің. Енді саған беріліп тұрған сөздер етістік сөздер. Тыңда: байлады, шашты, жапты, үзді, ашты, жалғады, шешті, жинады. Берілген осы етістіктердің жұптарын тап. Байлады етістігіне шешті етістігі қарсы мағынада жұптасады. Енді шашты болса, жинады болады. Ары қарата өзің тауып жаз. Дәптеріңе көркем етіп жазасың деп сенемін.